Неліктен 8 бен 12 ғасырдың аралығын ислам мәдениетінің алтын ғасыры деп атайды? Араб халифатына енген Мысыр, Сирия, Палестина, Орталық Азия елдерінің мәдениеті жоғары дамыған еді. Бұл елдерде араб тілі кеңінен тарады. Халифат жерінде мемлекеттік тіл араб тілі болды. Мәдениеттің дамуына шаруашылықтың табысы өз әсерін тигізді. Суармалы жерлерге сұлы, бидай, құрма, қант құрағы өсірілді. Азияның басқа жерлерінен арабтар күріш, мақта және тағы басқа дақылдарды өсіруді үйренді. Қолөнер жоғарғы деңгейде дамыды. Мақта мен жүннен жеңіл және сапалы мықты маталар тоқылды. Ирандық кілем тоқушы шеберлердің даңқы дүние жүзіне кең тарады. Араб көпестері сауданы кеңінен өрістетті. Қытайдан жібек пен ыдыс-аяқ тасыды. Теңіз жолдарын пайдаланып, Үндістаннан маталар мен асыл тастар әкелді. Орта Азия елдеріне келіп, Ұлы Жібек жолы бойындағы қалаларда сауданың дамуына ықпал етті. Адамның ең басты көркі білім деді арабтар. Араб математиктеріне Евклидтің еңбектері белгілі болған. Арабтар үнді сандарын пайдаланып, алгебраның негізін қалаған. Орталық Азиядан шыққан Әбу Райхан әл-Бируни жердің күнді айналатындығы туралы болжам айтты. Бұл болжамды ол Коперниктен 500 жыл бұрын, денелердің жерге қарай тартылуын Галилей мен Ньютоннан 600 жыл бұрын болжаған. Европалықтар арабтардан карта сызуды, түс-бағар мен глобусты пайдалануды үйренді. Орталық Азиядан шыққан ұлы ғалым Ибн Синаны Европада Авиценна деп атаған. Арабтар жер жаһанды аралап, Қытай, Үндістан, Орталық Азия және Қазақстан жерінде болып, көптеген кітаптар жазып қалдырған. Араб әдебиетінің ең үздік туындысы бізге келіп жеткен 1001 түн хикаяты. Европадағы ең жоғары мәдениет ошағы арабтардың иелігіндегі Кордова мемлекетінде шоғырланды. Әлем кеңістігі жөніндегі ілім саласында кордовалық философ Ибн Рушд елеулі еңбек етті. Араб тарихшысы, географы Әл-Масуди замана тарихы атты 30 томдық тарихи-географиялық энциклопедия жазды. Араб сәулетшілері тамаша сарайлар, мазарлар мен қамалдар, мешіттер салды. Мысалы, Иерусалимдегі атақты Әл-Ақса мешіті исламдық сәулет өнерінің озық туындыларының бірі болып саналады. 8 ғасырда салынған Кордова мешіті, 13 ғасырда Гранадада тұрғызылған Альгамбра сарайы бүгінге дейін сақталған. Араб әріптермен әсемдеп жазу немесе өсімдік және геометриялық пішіндерге негізделіп жасалған күрделі өрнек түрі арабески деп аталды. Араб мәдениеті қазақ жеріне де игі әсерін тигізді. Ислам мәдениетінің таралуымен араб тілімен жазуы енді, ежелгі түркі жазуы біртіндеп ығыстырыла бастады. Арабтар біздің жерімізде мешіттер салып, медреселер ашты. Арабша оқып, білім алған қандастарымыздың есімдері әлемге әйгілі болды. Олар Әбу Насыр әл-Фараби, Қожа Ахмет Яссауи, Жүсіп Баласағуни және тағы да басқалары.